2 наурызда онлайн жарнаманы таңбалау туралы бұйрық күшіне енеді. Бұл талап әлеуметтік желі арқылы табыс табатын кез келген адамға тікелей қатысты болмақ. Яғни онлайн жарнама арқылы табыс түссе, ол таңбаланып көрсетілуі тиіс. Ал бұл талапты орындамағандарға қандай шара қолданылады? Самал Қабышева біліп қайтты. Амансыздар ма, қымбатты оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қазіргі трендтегі, қазіргі бренд. Жарнаманы жарқыратып тұрып жасап жатқан белгілі әнші Алтынай Жорабаева. Ол өзінің Инстаграм парақшасы арқылы жиі жарнама жасайды. Желідегі оқырман саны 3.300.000-нан асады. Ал Алтынай Жорабаевадан оқырманы 1 миллионға артық. Қарақат Әбілдинада құрбысынан қалыс қалып жатқан жоқ. Мен егер қандайда бір жарнама жасасам, бартерлік жағдайда ол зат маған керектелік, соны мен жарнамасын жасаймын. Ал бұлай мен білмейтін, танымайтын бір түсініксіз мәселеде әйтеуір ақшасын төледі екен деп 5-10 тиын үшін кез келген нәрсені, ой, оқырмандарым, мынау тамаша, мынау ғажап деп бірден ондай қадам жасамаймын. Бастысы қос әншіде салық төлеу қажет болса төлейміз, заң бәрімізге ортақ дейді. Ал онлайн жарнама арқылы табыс тауып отырғандардың барлығы жарнамасын таңбалауға енді міндетті болады. Олар жарнама, жарнамалық материал, серіктестік материал сынды бірнеше атаудың бірін таңдап көрсетуі тиіс. Жарнама деген белгі шығу керек сол жарияланымда. Немесе ол дыбыспен айтылу керек, дауыспен. Ол әнші бола ма, ол пиар маманы бола ма, барлығына қатысты. Кім табыс табады осы онлайн ортада, соның барлығы біріншіден жаңағы таңбалауға міндеттеледі, және өзінің тапқан табысынан салық төлеуге міндеттеледі. Бірақ жарнаманы таңбаламағандар жазаланбайды, ал салықтан жалтарған үшін заң алдында жауап береді. Жарнама посттарын жарияласа, ол уже блогерлік саналады. Яғни егер ондай жарнама таңбалау жасалса, біз яғни көреміз, ол кәсіпкерлік қызметті жасап жатыр, яғни сол себепті ол кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырады, тиісті салықтан төлеу қажет деген мәселе туындайды. Яғни интернет арқылы табыс тапқан кез келген адам мемлекетке салық төлеуге міндетті. Самал Қабышева, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.